Сәлем, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеомыздың кейіпкері асқабақ. Бұл ерекше көкөніс адам денсаулығына қаншалықты пайдалы? Оның қандай ауруларды емдеуге көмегі бар? Асқабақтың пайдасы мен зиянын талдап бірге анықтайық. 1. Асқабақтың пайдасы. 1. Құрамы мен құндылығы. Асқабақ төмен калориялы өнім, бірақ оның құрамында А, С, Е дәрумендері, калий, магний және антиоксиданттар өте көп. Бұл элементтер иммунитетті нығайтып, ағзадағы қабынулармен күресуге көмектеседі. 2. Көру қабілетін жақсартады. Асқабақ құрамындағы бета-каротин ағзада дәруменіне айналады. Ол көру қабілетін жақсартады және көздің денсаулығын сақтайды. 3. Жүрек қан тамырлары денсаулығы. Асқабақ құрамындағы калий мен магний қан қысымын реттеуге көмектеседі және жүрек ауруларының алдын алады. 4. Ас қорыту жүйесіне пайдасы. Асқабақтың талшықтары ішектің жұмысын жақсартып, ас қорытуды реттейді және іш қатудың алдын алады. 5. Теріні жасартуға көмектеседі. Асқабақтағы антиоксиданттар теріні жас әрі сергек күйде сақтап, қартаюды баяулатады. 6. Арықтағысы келетіндер үшін керемет таңдау. Төмен калориялы және талшыққа бай болғандықтан асқабақ салмақ тастауға көмектеседі. 2. Асқабақтың зияны. 1. Аллергия. Кейбір адамдарда асқабаққа аллергиялық реакциялар болуы мүмкін. Сондықтан оны алғаш рет тұтынғанда абай болыңыз. 2. Асқазанның жоғары қышқылдығы. Асқабақ қышқылдық деңгейін арттыруы мүмкін, сондықтан гастрит немесе асқазан жарасы бар адамдарға көп мөлшерде тұтынуға болмайды. 3. Қандағы қант деңгейі. Асқабақтың гликемиялық индексі жоғары болуы мүмкін, сондықтан оны диабетпен ауыратын адамдарға аз мөлшерде қолданған дұрыс. 3. Асқабақ қандай ауруларды емдейді? 1. Жүрек аурулары. Калий мен магний жүрек бұлшықеттерін күшейтеді және қан қысымын реттейді. 2. Көз аурулары. Асқабақтың бета-каротині көру қабілетінің нашарлауына жол бермейді. 3. Асқазан ішек аурулары. Асқабақтың талшықтары ішек микрофлорасын жақсартып, асқазан ішек ауруларының алдын алуға көмектеседі. 4. Иммунитеттің әлсіреуі. Асқабақтағы дәрумендер мен антиоксиданттар ағзаның қорғаныс қабілетін күшейтеді. 5. Қаны аздық, анемия. Асқабақ құрамындағы темір қан құрамын жақсартуға және гемоглобин деңгейін көтеруге көмектеседі. 4. Асқабақты қалай тұтынған дұрыс? Шикі түрінде, шырын жасап ішуге немесе салаттарға қосуға болады. Пісірілген түрде, асқабақтан сорпа, ботқа немесе пісірмелер дайындау денсаулыққа өте пайдалы. Десерттер, асқабақтан түрлі тәтті тағамдар жасауға болады. Кеңес, асқабақтың тұқымы да пайдалы. Оны қуырылған немесе шикі түрінде жеп, ағзаға қажетті пайдалы майлар мен мырышты ала аласыз. Қорытынды. Сонымен асқабақ бұл ерекше пайдалы өнім. Бірақ оны мөлшермен қолдану керек. Дұрыс пайдалансаңыз, ол денсаулығыңызға зор пайдасын тигізеді. Сұрақ: сіз асқабақты қалай тұтынасыз? Пікірлеріңізді төменде бөлісіңіз. Біздің арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Жаңа пайдалы видеоларда кездескенше.